жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап інім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап асылым, қайда жүрсің сен? Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап інім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап асылым, қайда жүрсің сен? Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап інім асылым, өзіңді ойлап теңіздей тулап асылым, қайда жүрсің сен? Жүрегімді жаралап кеттің. YouTube байланыста мажор достар, бүгінгі видеода мен сіздерге путь бомжа, яғни бомждың өмірін түсіретін боламын. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің жаңадан алған машинамды көрсететін боламын. Ал онда біз бастаймыз. Кеттік. Достар, мен бұл машинаны 160 мыңға алдым. Негізі бұл машина 210 мың тұрады. Мен бұл машинаны 160 мыңға алдым. Салонда да, басқа жерде де 200 мыңның үстінде сатады. Бұл машинаны неге мен 160 мыңға алдым? Өйткені бұл машинада ешқандай спорт, тағы да дрифт, ондай ештеңе жоқ. Және өзің көріп тұрғандай тонировка жоқ. Только бампер мен алдыңғы бампер, артқы бампер ғана салған. Ал номерді мен өзім алдым. Сол, әлі бізде бұл машинамен Black Russia'да автовлог болатын болады. Бұл машинаға әлі біз тюнинг жасайтын боламыз. Мен әлі сіздерге бұны қандай түске бояйтынымды соның бәрін айта алмаймын. Сосын мен бұл машинаны әлі сатпаймын. Бұл машинаны кішкене айдап, тюнингтеп, мен сіздерге бұның Гостағы бағасын көрсететін болам. Міне, бұл бізде Гостта 105 мың тұрады. Яғни мен бұны Гостқа сататын болсам, маған минус әкеледі. Сондықтан мен бұған тюнинг жасап, авторингта 200 мыңның үстінде сатам ба деп жатырмын. Мен бұл машинаны ешқандай жүрілмеген, яғни износ ештеңесі жоқ. Бұл машинаны, по-моему, автосалоннан алды да, содан кейін авторингқа келіп, бампер салып, сатам деп шешті-ау деймін. Бұған, мен істеген жоқпын. Бұл машинамен мен енді ғана 130 километр жүріп жатырмын. Яғни мен бұны алған кезде примерно 40 па сондай километр қана жүрген. Достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер менің осы машинам ұнайтын болса және келесі сериясын түсір десеңіздер, осы видеоға аямай лайк басып, комментарий жазып отырайық. Ал онда давайте.